Сәлеметсіздер ме? Мен Сәлима Сеткүл. Көп жылдық еңбегі бар. Еңбегі іспен дәлелденген, жәрдем тиген аруларға неше түрлі берген рецептерім, неше түрлі жазылған адамдар туралы, алдымнан өткен адамдардың жазылғандықтан сіздерге неше түрлі рецепті айтқым келіп отыр. Артроз артритке құмырсқаның илеуін құмырсқамен бірге қайнатып, жалпақ ыдысқа құйып, үстіне тақтайша қойып, ауруды қымтап, орап отырғызып қояды. Ыстығына буланып емделеді. Суып келе жатқанда аяқ күймейтіндей жылулыққа, аяқты тізеден жоғарыға дейін матырып, үстіне орап қойса, тізе аяқ буындарына өте таптырмас ем. Ал миомаға рецепт айтқым келіп отыр. Түйе жапырақтың тамырын, лопух бар ғой, кәдімгі өзімізде өсетін, 100 грамм майдалап турап, 100 грамм зығыр облепиха майын, 100 грамм зверовой майы, шай қурайы, яғни 100 грамм бал, 2 грамм мумия, бәрін араластырып, кешке жатар алдында тамақтан бұрын ішу керек болады. 3 апта ішесіз. Алдымен крапиваны қайнатып, сүзіп, спринцовация ету керек. Артынан тампонды жасау керек болады. Осы ауруларға жәрдем бере аламын, сондықтан WhatsApp-қа маған жазыңыздар. Өттегі тас пен бүйректегі тасқа рецепт бергім келіп отыр. 1 пучок, болмаса 4 пучок бау ғой, петрушканы соковыжималкадан тартып, соғын алып, таңертең 1 ас қасықпен аш қарынға ішу керек болады. 5-6 дана қызылшаны қабығынан тазартып, 3 сағат қайнатып қою керек. Аздаған су қосып, су азайғанда үстіне су қосып отыру керек болады. Майдаланған қызылшаны езіп жіберсе де болады. Дайын сокты компот ретінде күніне 3-5 рет ішуге болады. Емдеу уақыты 2-3 апта. Тіптен 1 айға дейін ішуге болады, тас терді үшін. Енді жөтелге пайдалы рецепт туралы айтқым келіп отыр. Қазіргі кезде осы вирустар басталғалы, тұмау ма, басқа ма белгісіз, жөтелге қай адам болмасын, тез кішкентай ғана су ішсеңіз де, терілеп қалсаңыз да, не болса соған жөтеле қаламыз. Ол рас қой. 200 грамм жылы сүтке табиғи сары май мен бал, ас содасын, шикі жұмыртқаны тіптен сүт салқындаған кезде қосқан дұрыс, пісіп кетеді өткені. Ең соңынан араластырып ішсе, өте өнімі жақсы болады. Сүтті қайнатып алып, ыстықтау кезінде 1 шай қасық майды араластырып алып, 1 шай қасық бал қосасыз. Шай қасықтың жартысындай ас содасын қосасыз. Бәрін араластырған соң, жұмыртқа пісіп кетпейтіндей жылылыққа жеткенде, жұмыртқаның сарысын ғана араластырып, бәрін араластырып аласыз да ішесіз. Емдеу мерзімі 1 апта. Әрине жөтелдің қаншалықты деңгейіне қарай қолданасыз. 10 күннен асырмау керек деп ойлаймын бірақта. Осыменен жаңағы тасқа және алдында айтып кеткен барлық рецепттерімді үй жағдайында пайдалансаңыз, өте сіздерге пайдалы деп ойлаймын. Сондықтан пайдаланыңыздар, ауырмаңыздар, қолданыңыздар дегім келеді.